Махамбет ақын өзінің өлерінен 2-3 күн бұрын кереметтей жан шошырлық түс көргендігін, түсінен иығынан үзіліп түскен өз басының өзіменен қоштасу айтып тұрғандығын жұртқа әңгімелеген. Мен түсімде қорлық көрдім, зорлық көрдім ғаламат, бір таныс қол қағып өтті әлдегімді паналап, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялды баралап. Жә бұл түсім тегін емес, мынау сойқан заманда, тіршілікпен қосты сәрсәт, жетті-ау деймін мағанда. Тіршілікпен қосты сәрсәт, жетті-ау деймін туған елім еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің, және қайсар ақының ем, мен сенің. Жұлдыздай боп жанаралдан, ақын жаны елден ерек басқазаң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған жерім, арман мұңым, енді сен жетелейді жол қалай, менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Әке үкімі. Шомбал жігіт кіріп келді ентелеп. Әке деді ол кірген бойда, әке деді еркелеп. Жүрушедің маған ылғи өкпелі, кейушедің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә айтып аласың-ау шамасы. Ат шулы баймағанда сұлтаныңның маған берген сыйлығына қарашты деп, төрде отырған әкесінің алдына маң-маң басып барды да, алтын жіппен әдіптелген жағасы сұр ішікті тастай салды баласы. Иә, сөйле деді әкесі, қандай ерлік көрсеттің? 2 ай бойы қане-қайда жол шектің? Баласы айтты, топ бастадық 4 адам. Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап қағып арқаға, қосып алдық ортаға. Жетерліктей әңгіме ол бір таңға, қапсызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тартық сұлтанға. Ой, залымай, жүзі қара залымай, мұнша залым екеніңді келгем қалай танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Деп әкесі жас үйірді жанарға. Қабағыңды жаба қалды неге мұң? Әке, сенің қай сөзіңе сенемін? Есіңде ме менің бала күнімде Махамбетті жек көремін деген? Рас ұлым, айтылған сөз оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем, әлде кемшіл шағым еді ол ақылға, пенделік қой алған мені тақымға, оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азаппенен өтсе да сау таңдарым, жүре бердім іштей сезіп төзген боп, бірақ өзін шексіз құлай сүйер жан барын қайран ақын сезген жоқ. Әттең біздің сор маңдайлы жайықта ерлер аз ғой баралатын байыпқа. Тым кешіктім Махамбеттей ақынға, бүкіл қазақ ғашық болса айыппа. Құдіретті шындығынан танбаған, ақын деген киел аққу самғаған, қандай қиын кезеңдеді туған ел, ақындарын жанын салып қорғаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес, ең бірінші надансың, ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған. Тап мынандай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған. Түсінбедім, арманда беңнен ұлым, ертең сені қойып жердің өтіне, ызалы ұрпақ түкіреді бетіңе, сол азаптан құтқарайын сен ұлым. Жә, не қайыр, налы мейлі налыма, байқұс балам, туыпсың-ау сорыма. Өзің түстің, өзің қазған орыңа, кеттік қане, ішігіңді ал қолыңа. Ұясына күн түреді батқалы, түксиеді меңіреу құм шатқалы. Бұлар үлкен қара жолға түсуа, бір төбенің қасына кеп тоқтады. Балам, мынау саған соңғы шығаршың, болатын ұғарсың, сен әрине құралайды көз қатқан, атқан оғын маздатқан, мына менің мерген екен ұмытпаған шығарсың, деді әкесі құласынар көңілі дір-дір етіп. Ұмытқам жоқ, деді олы. Балам, үміт қызығымның өлшемі, өзің едің, қайғым болдың еңселі. Басына шық, қане мына төбенің, осы арада қалдырамын мен сені.
қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастағы бәкеңді, осы жолмен жүрген жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Бәлкім